Так, менің есімім Тұғынов Қайнар. Бұл бізде 15-ші лабораторный жұмыс. Біз ең алдымен бұл жерде өзімізге керекті кітапханаларды енгізіп, оларды импорттап алатын боламыз. Одан кейін бізде мұнда берілген деректерді Excel файл арқылы, яғни өзіміздің ноутбукқа Excel файлды жазып аламыз. Мұнда бізде Excel файлға кіреміз қазір. Excel файлға кірген кезде осылай бізде барлығы берілген болады. Ары біз кодқа өтетін болсақ. Бұл жерде ең алдымен бізде маркетингтің бағасы, яғни одан кейін продукттың бағасы, одан кейін бізде клиенттердің, яғни балы дейміз ба, яғни бағасы, клиенттің бізге берген бағасы. Ары қарай бізде осылай мәндер матрицасынан кейін біз бұл жерде X-трен, Y-трен арқылы мұнда тәуелсіз айнымалар мен мақсатты айнымалыны беріп алатын боламыз. Ары қарай мәліметтерді біз стандарттаймыз. Яғни бұл жерде мәндерді стандарттап, одан кейін деректерді оқыту үшін тест жиындарын жасайтын боламыз. Яғни бұл жерде тест жиыны бізде 80% оқыту болатын болса, 20% тестке беретін боламыз. Ары қарай бізде нейрондық желінің моделін анықтаймыз. Яғни бұл жерде езіктескен қабаттардан тұратын модель ретінде, ал бұнда бірінші қабат бізде 64 нейроннан, екінші қабат 32 нейроннан, ал бұл жерде бізде соңғы жол шығыс қабат, яғни бұл жерде нәтижесі шығады. Ары қарай біз модельді компиляциялаймыз, яғни компиляциялағаннан кейін бұл жерде тоқтату жүреді, яғни бұл жерде 10 дегеніміз 10 итерациядан аспайтын болса, яғни 10 итерациядан асқанда, яғни біз бұл жерде оқытуды тоқтатып тастайтын боламыз. Ары қарай бізде модель оқытылып жатыр деп шығарып береміз. Бұл жерде модель оқытылып жатыр деп шығарған жеріміз, бұл жерде 100 эпоха қолданамыз, подсайз 10, вердос біз бірге тең. Ары қарай бізде модельдің тест жиынын бағалау, яғни біз модельдің тест жиынын бағалайтын боламыз. Ары қарай бізде модельдің тест жиынын бағалау болғаннан кейін тест жиынын болжаймыз, яғни болжам беретін боламыз. Болжам нәтижелерін алғаннан кейін бұл жерде әр болжауды нақты мәнімен салыстыратын боламыз. Қазір запускать етеміз. Так, запускать етіп көретін боламыз. Жаңа видео өшіп қалып бізде. Енді қайттан жібереміз. Бұл жерде қазір бізге шығарып береді. Мәтін оқытылып жатыр. 100 эпоха санын бердік. Болжам нәтижелері бізде шығады. Болжау саны 726, нақты 2700 қалып шығарып беретін болады. Осылай бізде 15-ші лабораторный жұмыс аяқталды.